Нұр Отан партиясы Мақтаарал аудандық сайлауалды штабының жүйелік кестесіне сәйкес аудандық мәслихат депутаттығына үміткерлер конвайсинг шарасы аясында күріш өңдеу зауытында болып қайтты. Толығырақ тілші материалында. Рамис Фарамасовичпен өткен кездесуде үміткерлер партияның сайлауалды бағдарламасындағы 7 басымдық жайында түсінік беріп, елдегі ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерге тоқталды. Оның ішінде елдегі шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында қабылданған партиялық бағдарламалар мен жеке кәсіппен шұғылданамын, кәсібімді кеңейтемін деушілерге барлық мүмкіндіктер бар екенін атап өтті. Бұл кәсіпорын негізінен біздің отандық өнім осы Мақтаарал ауданының шаруа қожалықтарының өндірген мынау қазіргі таңда лазер атты күріш сортын өндіріп жатыр. Оны жаңа өздеріңіз тамашалап өткендей, бұл жерде біздің Қазақстанда жасалған отандық өнімді шығарып жатыр. Мынау кәсіпкерлікті қолдау саласы аясында өзінің шағын несиесіне өтініш беріп, мынау қазіргі орналастырған кәсіпорынды кеңейту жөнінде ұсыныс беріп отыр. Сұхбат жүргізу барысында кәсіпкерлікті қолдау жөнінде үндеу айтып жатырғаны, және де кәсіпкерлік саласында өзінің күнделікті мол табысқа кенеліп, сол табысының аясында бала шағасын асырап отқан жағдайын айтып отыр. Алдағы 5 жылда Нұр Отан партиясы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қолжетімді және тиімді несиеге, қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы шеңберінде ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және қайта өңдеуге бағытталған кемінде 10 жобаны іске асыруға, туристік саланы дамыту мақсатында жаңадан қонақ үйлер мен демалыс орындарын, сауда орталықтарын ашуға ықпал ететін болады. Нәтижесінде жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік объектілер саны 11,5 мыңға, ондағы жұмыскерлер саны 15 мыңға жетеді деп күтілуде. Осы дерменді аштым, қолданып атырық, налог, ештеңе төлеп атқанымыз жоқ, істеп атырық. Совет берем, бәрін істеуге осындай. Істеп, осы тірлікті істей берейік. Бір күнде 2 тонна, 3 тонна күріш өңдейміз. Мұстакеллік бар, алянга бар, лазер бар, 3 түрі күріш өткіземіз, шығарамыз. Кездесу соңында үміткерлер Рамис Фарамасовичті 10 қаңтар күні өтетін сайлауға Нұр Отан партиясын қолдап дауыс беруге шақырды. Гүлмира Қошаева, Рысбек Асанұлы, Ақпарат, Мақтаарал ауданынан.